тағы да қалайсыздар достар, сіздерге бүгін айтқым келетіні отбасы банктегі кімге 1414-тен SMS келді, яғни арендалық үй берді деп келген кісілердің тізімі осы отбасы банктың ішінде. Мынау қолжетімді баспана, оның ішінде МХШ-дан жалға берілетін тұрғын үй деп тұрады ғой, осы жерден көре аласыздар. Қабылданған өтінімдер бойынша есептер деген бар. Мына жерде қараңыздар, анық оқысаңыздар, бөлінген жалға берілетін тұрғын үйге келісім берген тұлғалардың тізімі дейді бұл. Ал жергілікті атқарушы органмен жалдау шартына жасасқан тұлғалардың тізімі дейді. Яғни сізге 1414-тен SMS келетін болса, сіз осы жергілікті атқарушы органмен жалдау шартын жасасқан тұлғалардың тізімі болып келесіз. Енді бөлінген жалға берілетін тұлғалардың үйге келісім берген тұлғалардың тізімі деп тұр ғой. Осы жерге сізге SMS келгендердің тізімі, яғни келісім берген кісілердің тізімдері осы тізімнің ішінде болады. Сіздер өздеріңізге 1414-тен SMS келмей, бұл тізімнің ішіне өздеріңізді таппайсыздар. Көп клиенттер келді маған, осының ішінен менің тізімім қайда, неге менің тізімім осының ішінде жоқ деген сұрақтар болды. Сол сұраққа жауап ретінде осы видеоны түсіріп жатырмын. Сіздерге тек қана 1414-тен SMS келсе ғана осылардың ішінде, осы тізімнің ішінде боласыздар. Канал пайдалы болса, түсінікті болса, маған тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса личкіме шыға беріңіздер. WhatsApp нөмірім профилімде жазулы тұр.